Сәлем достар, қалайсыздар? Бізде жаңбырмен жарысып далаға шығып келдік. Заказ болған, соны алып кету керек болды. Фаберликтен соны алып келдім. Балаларға жолдан тәттілер алдым. Екеуі ашып көрсетіп жатыр. Қанты жоқ тәттілерді жақсы көреді өздері. Қанты жоқ дейді, бірақ бәрібір тәтті сол. Сіздерге сондай тәттілер ұнайды ма? Жазып қойыңыздар. Сосын достар, осы жерден бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойыңыздар. Каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздаршы. Бізде бүгін распаковка чек. Мына қандай жақтан келді, Амина? Аннан қойып тастайық. Столға қой, шалдия. Фаберликтікі, иә? Астанада жиі заказ беруші еді. Арақта бірінші реттім. Мен данаға. Шампунь 3+ дейді, данаға болмайды ғой. Жоқ шашына. Гель для душа. Бұл шампунь, бальзам. Крем дедің ғой сен. Крем дейсің ғой. Арын айтпайды еще. Өзіме шампунь. Ол бальзам, кажется. Бальзам. После линянка. Бальзам. Бальзам. Ол сыворотка для волос. А то шашым түсіре береді. Фаберликтің шампуньдары жақсы негізі. Я. Увлажнитель воздуха. Сосын тағы бір шампунь. Крапива. Біздің ауылда өсетін еді осы қалақай. Сонымен қалақайдың өзімен жуатынбыз. Сіздер жуатын дедіңіздер ма? Сосын гель для мытья посуды. Осы жақсы алдында ауылдан көріп ұнап қалды маған. Кішкене ғана қосасын, зато иісі де жоқ. Бұл не? Маған осы Фаберликтің пятновыводительдер ұнайды. Ескіріп қалған нені де не қылады ғой? Алады ғой. Туалетке арналған гель. Осының бәрі қасқайтай ма қаншаға шықты? Бере салшы, Амина, біреуін бере салшы. 10.616 теңге шықты. Шампуньдар арзан екен, 999 теңгеден. Негізі 1200 теңге ғой. Тіркелген адамдарға 999 теңгеден. Мына шампунь 999 мың теңге ғой. Қазір 1000 теңгеге шампунь көрген жоқпын басқа жақтардан. Сол болсын алған заттарымыз. Маған Фаберликтің именно осы несі ұнайды, химиясы, осы косметикасы емес, осындай заттар ұнайды. Айта алмай қалдым ғой. Освежитель жақсы, барлық иісін алып көргенбіз. Қыздарға мына шампунь больше ұнайды. Мен принцессаның оригинал шампуньді алдым, бірақ бәрібір төрт шығады. Мына қыздың аузы деген айран болып отыр ғой. Болды, иә? Ал, давайте. Біз бүгін менің сыныптасым Адия деген досым, мен оған сыйлық жасайын деп жатырмын. Оның туған күні ертең болады. Дайындалып жатыр. Сыйлық жасатыр. Аярудың пастасын туған күні екен ертең. Ар ойланды, бер ойланды, өзі букет жасайын деді. Сонымен ұйқысы келіп кетті. Ең соңында осындай. Міне мынандай сыйлықты өзі. Мынандай немен? Браслет ба? Браслет. Бисер. Или блеск бар. Тұр. Сосын мен ракушка. Мынандай ракушкалар. Үйде тек осы дайыны бар екен. Сіздерге осындай сыйлық берсе қуанатын бедіңіздер. Аяр үлкен қыз емес қой, оны беретін дейді. Оған браслет салып қояды. Әдемі ғой қыздарға, иә? Мынау екеу браслет сыйлаш. Міне сыйлығым. Дайын.
өзіме қатты ұнап өйткені оған да ұнайды деген ойдамын. Ертеңгі күнде күтілдер ұнады ма, ұнамады ма? Әдемі шықты, я? Сүйдіға. Оған қатты ұнап. Бірінші сыныптың қыздарына Осындай ракуш. болды, көп жақпа. Болды. Өзім салам. Істегісі мынандай әдемі болсын деп аярудың істеп қойғаны. Қыздар ғой олар. Қыздарға бәрі өте болушы керек. Ал енді салып дайындап қой, сомен болды. Влогымызды бітірейік. Влогымызды бітіреміз. Келесі видеода. Давай, салып қой. Мынаны қайшытты. Мүмкіннен үлкен жеріне сақтайды. Үлкен болып атқан сияқты. Жарайды, өзің білесің. Қалай берсең де. Ал, енді сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Аярус, ана нені ракушканы таңдады. Аяғына сүйгізіп қойсам болады ғой.